Сіздерге туториал көрсету үшін осы телефонды сатып алдым. Диана үшін сөзбен айта бермей, сол тегін 1000 теңгені қалай алады өзі? Туториал көрсетші дедіңіздер. Ал, міне менің аккаунтым тұр, профилімде ссылка тұр. Сол ссылканы басамыз. Открыть. 1000 теңге вам на карту деп шығып тұр. Уже мынау Android телефон, көбіңіз именно Android'тан сұрадыңыздар, қараңыздар. Уже мына жерде бірінші шаг, екінші шаг, не істеу керек барлығын өздері негізі айтып тұрады. Енді соны істейтін боламыз. Нажмите на 3 точки дейді. Басамыз, открыть в браузере, соны басамыз. Настройканың белгісі тұр. Соны басамыз. Поисковая система Google деп тұр. Именно Яндекс дегенді таңдаймыз. Бірінші рет поискті істегеннен кейін, сосын номерді сұрайды. Номерлеріңізді жазасыздар. Желательно сол номерде сіздердің WhatsApp-ыңыз болу керек. WhatsApp-ыңызға осындай сообщение келеді. Енді сізден сол бір ақшар, сол Яндекске кіріп, әдене іздесеңіздер болды. 2-3 күн бойы. Ең соңында сіздің WhatsApp-ыңызға мынандай ссылка жібереді. Сол ссылканы басасыз. Каспи бар ма, халық бар ма, просто картаңыздың номерін бересіз, и сіздің картаңызға 1000 теңге түседі. Просто ауадан әшейін 1000 теңге түсе салады. Міне живой пример көрсетіп тұрмын. Android'тан да, iPhone'нан да бола береді. Қазір менің өзімнің поисковигім, мына жерге скрин қойып кетем. Менің Safari'дегі поисковигім сол Яндекс. Так что сіздер де Яндекс осы проекттің тоқтатпастан бұрын 1000 теңге алып үлгеріңіздер. И достарыңызға да жіберіңіздер. Олар да 1000 теңге алып үлгерсін. Менің профилімдегі ссылканы басыңыздар.